Ассалаумағалейкум. Мен мына бүгін Шұғыла микро ауданындағы 30-шы домның бұрышындағы тіс емханасына келіп тұрмын. Баламызды алып келгенбіз, немеремізді. Мынау бүгінгі менің айтайын деп тұрғаным, менің өзімнің 11 немерем бар, жаңағы балдарымыз бар. Осы соңғы кездегі мына кейінгі уақыттардағы 1-2 жылдың ішіндегінде мен бірден айтып жібергім келіп тұр. Осы жерге қай кезде де келіп осы тісіміздің балдардың тісін емдетуге келсек, сылтау көп. Біресе рентген істемей қалатын кездер болып қалады. Я болмаса жаңа отырған емші, жаңа тіс емдейтін доктор жаңағы бүгін бұнаны көрсету керек, ертең келіп келіңіз дейді. Оныменен ертеңіне оның сабағы басталып кетеді. Басқа тағы да жағдайлар болады. Соныменен әрбір немеремнің аузында біреуден, екеуден, кейбіреуінде үшеуден уже тістері мүжіліп болды. Жаңағындай. Құрт жеп бітті дейсіз ғой. Құрт жеп болды уже. Жарамай қалады. Иә. Осы кешегі енді бір жақын арадағыны ғана айтайын. 3-ші А класында оқитын, 187-ші мектепте оқитын немеремді кешке қарай 18 жасқа толған жаңағы балам алып келіп осы жерге кіргізген. Оны әдепкі кезде келгенінде мынаны жылу керек, бірақ оны тіс жұлатын жаңағы ағамыз, жаңағы емші кетіп қалды деген жаңа дәрігер. Одан кейін барып ертеңіне келген кезде мынаны емдеуге болады. Ертең келіңіз, қазір жаңағы түнде рентген істемей ма, ертеңіне рентгенге түсіріп емдейміз деген. Онымен тұрып ол күнде сабақтан қала бермейді ғой. Сол қайтадан енді сабағына кетті да, сосын сабағынан енді мына жақта емдеуге болады деп айтты. Соны неге емдемейсіздер деп сол жердегі жаңа дәрігерге айтсақ, мына жақтан звондаттырып жаңа. Ол айтады, мектептегі. Ол айтады, бұл сложный жаңағындай тістерді біз сол жаққа жұлдыруға или басқасына біз жаңағы осы 30-шы домға қарай жібереміз тіс емханасына дейді. Мен сонда ойлаймын, бұл қазіргі мына жас нәрестелерді, балдарды осылай тісін, 3-4 тісін құрттатып қойып, жаңағы өстіп жүре береміз ба? Бұндай салғырттықты қашан қоямыз? Қай кезде қойылады бұл? Мен жаңа кіріп мына ішінен сұрасам, үлкен жаңағы врач доктор айтады, жаңағы дәрігер. Біздің басшымыз диагностикада отырады. Сіздер сол жерге барып жалып жасайыңыздар, айтатығын болсаңыздар дейді. Біз сағат 2-де келіп, қазір кезекке тұрдық, қазір сағат 5-тен кейінгіге талон жазып берді. Сонда 3 сағат, 4 сағат отырып мына жерде біз тісімізді емдетіп отыруымыз керек па? Хотя адам топырлап атқан жоқ дейсіз ғой, Адамның да ондай қатты көп емес. Бос дәрігер бар дейсіз ғой. Енді ана жерде деген, мысалыға мен айтайын деп тұрғаным, жарайды. Тұр, мен кіріп көрдім, тіс емдейтін аппаратураларда тұр, басқаларда тұр, технологиялар жеткілікті. Сонда сол жерге әлде медиктер жетіспей ме әлде? Медицина қызметкерлері жетіспей ма? Мыңдап оқытып жатыр ғой күнде адамды. Деген осы мына біздің Қызылорда облысының қаласындағы оқып жатқан медицина жаңағы білімін алып жатқан жастардан көп нәрсе жоқ. Ал енді мына жерге келген кезімізде осындай жаңағы түлкі бұланға салынады, ертең кел дейді, арғы күн кел дейді, соныменен тісі жартылай құртшиды, онан кейін совсем құртшиды. Мен қазір дәлелде десе дәлелдеп те берем, мына немерелерінің барлығын тісін көрсетіп. Менің немерем 7-8 оқитын немерем. Оның тісін емдеуге жаңағындай аняқа жүгіріп шаршағаннан кейін неғандағы Алиядинов па, ненің Каспийдің головнойның жанындағы бір клиникаға барып 20 000 теңгеге ақыраяғында өзін жаңа келінін барып істетіп тастап. Не үшін ол 20 000 теңге ақшаны төледі сонда? Егер де мысалы мектепте медицина бар, сандалдыра берген ғой. Иә, сандала бергеннен кейін шаршаған, сол мына жерге келсе бұлар анау дейді, ана жаққа барса мынау дейді, сонымен барады дағы, сосын барып 20 000 теңгеге оны амал жоқ, уже тісі құрып бара жатқаннан кейін істеткен. Мен келіп мына ішке кірдім. Сөйтсек, мардым да еш нәрсе айтылып тұрған жоқ бұл жерде. Осы менің айтайын деп тұрғаным халыққа.